Сыртқа акушерлік тексеру. Инструкцияға сай қолымызды жуып аламыз. Қажетті құрал жабдықтарды дайындаймыз. Сантиметрлік таспа, стетоскоп, стерильді қолғап. Стерильді қолғаптарды киеміз. Әйелді кушеткаға жатқызып, әйелге оң жағынан бетпе-бет тұрамыз. Жатыр түбінің биіктігін өлшейміз. Бұл үшін сантиметрлі таспаны қасаға буынының жоғарғы қырының ортасынан жатыр түбіне дейін созып, өлшемді анықтаймыз. Сантиметрлі таспамен іш айналымын кіндік деңгейінде өлшейміз. Екі қолдың алақанын жатырдың түбіне орналастырып, саусақтардың ұштары бір-біріне бағытталған, бірақ түйіспейді. Жатыр түбінің биіктігін және онда орналасқан нәресте бөлігін анықтаймыз. Екі қолын жатыр түбінен бүйірлеріне жылжытып, саусақтардың алақан бетімен жатырдың бүйірлерін кезек-кезек пальпациялаймыз. Нәрестенің орналасуы позициясы мен түрін анықтаймыз. Оң қолдың алақанын қасағаға қойып, ал қолдың саусақтарымен жатқан бөлікті ұстап, нәрестенің төменгі жатқан бөлігін анықтаймыз, яғни нәрестенің басы мен жамбасын. Жүкті әйелдің аяғына қарап тұрып, екі қолын жатырдың төменгі бөлігіне қойып, саусақтарын қасаға сүйектерінің горизонталды тармақтарының үстінен ортаңғы сызығынан латеральды орналастырамыз. Біртіндеп қолдарды жатқан бөліктің және кіші жамбасының кіру жазықтығының арасына қарай жылжыта отырып, нәрестенің төменгі бөлігінің кіші жамбас қуысына қатынасын анықтаймыз. Нәрестенің жүрек тондары 1 минут бойы тыңдалады. Тыңдау нүктесі нәрестенің орналасу қалпына, позициясына, түріне байланысты. Нәрестенің басымен келуінің бірінші позициясында кіндіктен төмен сол жақта. Ал екінші позицияда кіндіктен төмен оң жақта тыңдалады. Егер де нәресте жамбаспен келсе, бірінші позицияда кіндіктен жоғары сол жақта. Екінші позицияда кіндіктен жоғары оң жақта тыңдалады. Жүректің жиырылу жиілігін анықтаймыз. Қалыпты жағдайда 110 мен 160 соғу минутына. Жүректің соғу жиілігі анық, ырғақты. Қолғаптарды шешіп және қоқыс жәшігіне тастап, қолымызды жуамыз.